Эралиева Жазира Ашеновна, Жетісу ауданы Сүйінбай атындағы 143 мектеп-лицейдің ата-анасы және ата-аналар комитетінің мүшесімін. Яғни 8 сәуір мен 8 мамыр аралығында біздің әсем қаламызда Алматы біздің ортақ үйіміз атты науқаны өтіп жатыр. Яғни бұл науқанның басты мақсаты қаламыздың тазалығына ұқыпты қарау және де құндылықтарды арттыру және осы құндылықтарды халқымызға кеңінен насихаттау. Мектебімізде қоқыстарды сұрыптауға арналған жәшіктер қойылған екен. Яғни бұл жерде шыны, қағаз, пластик қоқыстарын жеке-жеке сұрыптап, әрбір жәшікке салуды әдетке айналдыруымыз керек. Біз және де осы акция арқылы қоқыстар қайтадан өңдеуге және де оны қайтадан пайдаға асыруға біз өте жақсы атсалысатын боламыз. Және де ол өстіп қоқыстарды сұрыптағанға ол өте жақсы пайда береді және септігін тигізеді бізге қоқысты қайтадан өңдеуге. Біз осы акцияны ата-аналар қауымы өте қуана қолдаймыз. Алматы біздің ортақ үйіміз. Біз көппіз, ал қала жалғыз.